да. Қазір мен термопанель деген бір өндіріс үйдің құрылыс материалы өндіретін. Сол проектте жұмыс істеп жаңа Ақтаудан келді. Жаңа Ақтаудан йогамен жақсы айналысады. Қазір гипнотерапияны оқып жатыр, практиковать етіп, соны Ақтауға барып, мені қабылдайды. Енді біраз кімдерден аттестацияны өткізгеннен кейін, в принципе, бірінші ақпаннан бастап, ертеңнен бастап, гипнотерапияны бұл қолдана бастайды, нәтижесі көресіздер. Әзірге дейін тегін жасап келді. Келген адамдардың бәрі риза болып кетіп жатыр. Солай ма? Бәрі алғыстарын жаудырып, өйткені қазақта сөз бар ғой, тән жарас жазылады, жан жарас жазылмайды деп айтады. Анау атамыздың айтқан. Өйткені бір жерін кесіп алдың ба, сындырып алдың ба, әйтеуір бір күні бітеді, жара жазылады. Бірақ мына мида қалып қалған бір кездегі реніш, өкпе, уайым, қайғы, біреуден жоғалттың, жақын адамын жоғалттың, бір зәбір көрдің, ол мидың қаттарында қалып қалады да, оны тазалау өте қиын. Сондықтан біз қазір